Бұда яғни бірінші бізге керекті бізге бас киім каска деп айтады. Бұл яғни өрт сөндірушінің ең басты киімі. Бұл жаңағыдай қатты заттар, жаңағыдай ауыр заттар басынан түсіп кеткенде басымызды жаңағыдай осы каска арқылы қорғанамыз. Одан кейін өрт сөндірушінің киімі. Бұл өрт сөндірушінің киіміне яғни өрт күймей, ыстық ұрмайды, күйіп қалмайды бұл киіммен. Осы арқылы өртке осылайдай көреміз. Осынан өрт сөндірушінің қолғап арқылы біз жаңағыдай үйге үйренген кезде жаңағыдай өртті ортада сол кезде біз осымен еңбектері еленген елімізде ақталып жүр адал төккен терімізде. Қауіп қатер тұрса да сескенбейтін бейбіт күндер болсын деп жерімізде. Қырандай самлаған биікте талмаған еңбегін еліне халқына арнаған. Қырандай самлаған жігіттерін армаған ел үшін жер үшін бірігіп алмаған.